Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің Шығыс Қазақстан облысы энергетикалық қадағалау және бақылау комитетінің аймақтық департаментінің өкілдері жылыту мерзіміне дайындық кезінде Риддер жылу энерго орталығында бір ретте болмаған. Облыс әкімі Даниал Ахметовтың төрелігінде өткен кеңесте ведомство мамандары өз жұмыстарын қағаз жүзінде және жазбалармен шектеп, істің шынайы мән-жайын көрмегені анықталды. 15 қыркүйекте облыстық аймақтық департаментінің өкілі энерго министрлігіне Риддер жылу энерго орталығы жылу мерзіміне толық дайын екендігі туралы хат жіберген. Как же вы в течение... Сіз Риддер жылу энерго орталығынан биылғы жылдың сәуірінен қыркүйек айына дейін жұмысы қалыпты жүріп жатыр, ағымдағы қажет жөндеулер атқарылып жатыр деген хатты. Және соңғы 15 қыркүйекте жылу энерго орталығы сенімді жылумен барлық нысандарды қамтитыны туралы хатты қабылдағансыз. Мемлекеттік қызметкер ретінде жылу энерго орталығының жағдайын, қазандықтардың дағдарыстық жағдайын тексермегенсіздер ме? Білмедіңіздер ме? Неліктен тиісті органдарға дабыл қағып хабарламадыңыздар? Тиісті шаралар неге қабылдамадыңыздар? Өз министріңізге неге жазбағансыз? Сіз прокуратураға Риддер жылу энерго орталығына қосымша тексеруге қатысты ғана жүгінгенсіз. Вы обращались в прокуратуру с целью дополнительной проверки ситуации по Риддер ТЭЦ. Для проведения проверки необходимо... Тексеру өткізу үшін 144 бапқа сәйкес негіз керек. Дабыл қағып, құрылғының дағдарыстық жағдайы жайлы айтып, прокуратураға және өзге органдарға жүгінгеннің орнына ведомство азғантай әкімшілік айыппұлмен шектелген. Даниал Ахметов мұны барып тұрған немқұрайлылық әрі әрекетсіздік деді. А что, вы считаете, что у вас жизнь показала, что... Ал 4-ші, 5-ші, 6-ші қарашада барлық дағдарыстық нысандар істен шықты. Бүгіндері қазандықтар 18 рет тоқтаған. Мен оның себебін білемін. Сіз оны білу әрі көру керек болғансыз. Сонда сіз себептерін көрмегенсіз бе? И вы не видели причин? Данных технологических нарушений... Технологиялық бұзушылықтарға қатысты тергеулер жүргізіліп, нәтижесімен 3 әкімшілік хаттама толтырылды. 3-еуі де өндірілді. Протоколы что? Протокол административных правонарушений. Значит, смотрите, вы Айлық есептік көрсеткіштің азғантай көлемін өндірдіңіз. Ал жылу энерго орталығы дағдарыстық күйде екенін білдіңіз бе? Нет, не знали. Жоқ. Жылу энерго орталығы дағдарыстық күйде болғанын білген жоқпын. 4-ші, 5-ші қазандықтарды олар бізден жасырды. Ол үшін де әкімшілік хаттама толтырылды. Аймақтық департамент өкілі Еркебұлан Сергебаев кеңеске қатысып, Риддер жылу энерго орталығы басшылығы ведомствоны шатастырып қойғанын айтып түсіндірді. Нақтырақ айтса, нөмір 4-ші және 5-ші қазандықтар жөнделгені көрсетілген хат ұсынған. Алайда бұл шындыққа жанаспаған, өйткені олар апаттық күйде болған. Ол аздай станция басшылары бақылау өлшеу құрылғылары мен автоматикасы бар щитта өрт болғаны туралы ақпаратын жасырған. Почему вы, как должностное лицо... Сіз лауазымды тұлға ретінде Риддер жылу энерго орталығына неге барып көрмедіңіз? Лауазымды тұлға ретінде сіз атомдық энергетикалық қауіпсіздікті бақылауға міндеттісіз. Өзге қауіпсіздік шараларды айтып, талқылауға да дәтім бармайды тіпті. Сонда сіз шынымен де Риддер жылу энерго орталығының жағдайын білмегенсіз бе? Вы не знали ситуацию на Риддер ТЭЦ реальную, да? Действительно. Білмедім, шынымен де білмедім. Егер департамент өкілдерінің бірі жылу энерго орталығына келіп, агрегаттар мен құрылғылардың көбі дағдарыстық күйде тұрғанын бір рет болсын көрсе, осы жағдайға жол бермеуге болар еді деді облыс әкімі. Бірақ олай болмады. Өз әрекетсіздігімен ведомство 60 мыңдай адам тұрғыны бар тұтас қалаға суықтан қату қаупін төндірген деп айта кетті өңір басшысы. Вот пример, когда государственные служащие... Міне тура мысал. Мемлекеттік қызметкер, құзыреттілігі бола тұра, нысанның жағдайын да білмейді. Сол үшін мемлекеттен ақша алып отырып, ол ұсақ айыппұлдармен шектеліп қана, мұндай немқұрайлылықтың соңы қандай дағдарыстық жағдайға, апатқа әкелетінін жақсы түсіне отыра, еш алаңсыз жүр. Міне жанашырлығы жоқ, білуге міндетті болса да, жылу энерго орталығының жағдайын білмеген, басшылығына тиісті құжаттарға қол қойып, бәрі жақсы деп есеп берген шенеуніктің үлгісі. Мен сізбен одан әрі жұмыс жасай алмаймын, барыңыз. Мен энергетика министрлігі сізге қатысты өз мемлекеттік міндетін атқармайтын жұмыскер ретінде тиісті шара қабылдайды деп үміттенемін.